Достар, ассалаумалейкум. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз ол ProMovie видео түсіретін приложение жайында болады. Оны мен алдыңғы видеода айтып кеткем. YouTube'қа қандай приложениемен видео түсірген ыңғайлы деп. Және де бүгін сол приложениені көрсететін болам. Достар, каналға жазылып қолдап кетіңіздер, лайк басып, егер ұнап жатса. Осы приложение жайында айта кетейін. Бұл приложение Play Market'те және App Store'да, мен өзім App Store'дан жазып алдым, App Store'да болу керек. Сол приложениенің плюстері және артықшылықтарын айтатын боламын. Және де YouTube түсірем деп енді бастап жүрген кісілер болса, бұл сіздерге өте керек болады. Осыны қарап, көріп, соңына дейін көріп, жаттап алыңыздар. Так, бізде бірінші очередь менде мына приложение установить етіліп тұр. Және де түсіндіріп кетейін. Запись экрана бастап, қазір сіздерге барлығын түсінікті қылып. Так, менде енді запись экрана басталды. Менде көріп тұрғаныңыздай мына жерде ProMovie приложение тұр. Так, енді мысалға сізде телефон бар, YouTube бастағыңыз келді, алдыңғы видеодағыдай полный комплект сатып алдыңыз. Например, мынау петличный микрофон, штативіңіз, мынау менің телефоным осы қазір орнатылып тұрған. Және де мысалға камераңыз любой, енді мен жағдайымда жаңа iPhone деп айттым. Осы iPhone бүкіл заттарыңызды алғаннан кейін видео түсіріп бастасаңыздар болады. Енді ол әртүрлі темада өздеріңіз түсіре бересіздер, өздеріңіздің қызығушылықтарыңызға байланысты. Так, енді бірінші очередте біз App Store'ға кіреміз. App Store тауып аламыз. Загрузка болып жатыр бізде. Так, осы App Store'ға кіргеннен кейін бізде астында бүгінгі және Games, Apps and Arcade деп тұрады. Сразу поискке кіре салайық. Так, поискке мына жерге жазамыз. Орысша жазсақ та болу керек. ProMovie деп жазайын. Так, міне бізде шықты. Мына бірінші тұрған приложение 5 звездасы бар екен. Және де 1300 адам скачан дейді, 1300К дейді. Так, бұл приложение профессиональный 4К видеокамераға арналған дейді енді. Так, кіреміз осыған. Менде бұл жерде Open деп тұр. Бұл приложение өткен менде тартылған. Бұл мен телефонымда бар. Сіздерде бұл жерде скачать деп тұрады. Сол скачать басып тартып аласыздар. Рейтинг өте жоғары. Және де көп YouTube'те түсіретін блогерлар, YouTube түсіретін, видео түсіретін блогерлар көбісі осы приложение қолданады. Например, мына жерде қарасаңыздар, артықшылықтары көрініп тұр. Мысалы, таза профессиональный камераның функциялары осыда бар. Мысалға, iPhone'да камерасы 4К формат түсіреді, бірақ ондай функционал жоқ, былай өзгертетін. Мысалға, яркысын ғана ашып түсіруге болады. Ол енді яркысын ашып түсіру енді бүкіл телефонда бар ғой. Бұда дауысыңызды реттесеңіз болады. Және де баланс белого деген бар, ISO бар, фокус бар, зум бар, расположение, формат 4К, және де настройка несін өзгертуге болады. Және зарядкаңызды көріп тұрасыз. Мына жерде дауысыңыздың децибел қанша анық шығып тұр ма, анық шықпай тұр ма деген сияқты функцияларды көре аласыз. Және де енді бұл приложение артықшылықтары өте көп енді. Ең бастысы сіздер осы телефондарыңызға орнатып, сіздің телефондарыңыз қандай форматта түсіретінін мүмкіншіліктерін көре аласыздар. Ішінде настройкасын қазір барлығын көрсетемін. Осы приложение жайында обзор. Так, ProMovie Recorder плюс дегенде бар екен. Бұның плюсын айырмашылықтарын айтады. Өте аз айырмашылықтары деп білмеймін. Менде өзімде ProMovie'дің оригинал өзі менде тұрған. ProMovie Recorder дейді. Так, ProMovie'дің өзі бар екен. Так, мына жақта не бар? Бұл енді Шанхай Юни дейді. Қытай технологиясын деймін, білмедім енді. Так, менде осы приложение мақұл. Рейтинг көре салайын. Рейтинг. Надо 4/8 рейтинг. 4/8. Надо 4 дейді.
Ал бізде 4-9, мүмкін осы оригинал шығар, білмеймін енді. Так, бізде кіргеннен кейін осындай не қосылады. Көрсетіп кетейін. Осылай түсіріп тұрады. Сіздерге запись экранмен көрсететін боламын, уайымдамаңыздар. Так, бұл жерде барлығы түсінікті, яғни орысша көрсетілген. Мысалы, затвор дейді, ISO, бұл жаңағы телефонда, профессиональный камерада затвор деген ішіндегі линзаны бүйтіп үлкейтіп кішірейтіп не қылатын, ашып жабатын, және ISO қараңғы және не қылатын, баланс белого, бұл светлый, жарық қылатын, және де бұл жерде фокус бар, фокус ол жаңағы бұлдыратып немесе затқа фокус қойсаңыз болады, және зум бар. Экранда мына жерде екі түрлі нәрсе көріп тұрсыздар. Міне мен қозғалып тұрған бұл экспозиция. Экспозиция, яғни бір неге, мысалға мына жерде былайша съемкада сетканы көріп тұрсыздар. Сеткада мына арехта адамның басы деп алсақ, сетканың мына тұсына адам отырып сөйлесе болады, немесе мына тұсқа отырып сөйлесе болады деген сияқты сетка бөліп қойған. Немесе былай ортасында тұрса да болады. Былай түсірсе де болады, бірақ былай ыңғайсыз да болады. Сол үшін адамның басы мына сызықпен, сетканың сызықтың орналасқан жерінде, осы жерде орналасу керек. Енді экспозиция мына бұрышта тұр деп есептей берейік. Мысалға мына ортадағы жаңғақ адамның басы болса, экспозиция осы жерге қоямыз. Экспозицияны қойдық. Экспозицияны қойғаннан кейін, мына жерде сізде крутилкалар тұрады. Экспозицияны былай ашып жапсаңыз болады, мінекей. Мына камерадағы ортасында домалақты ашып жауып жатыр. Міне ISO да көбейіп, азайып жатыр, көріп тұрсыздар. 0-ге қоя салайын әзірге. 0 басайын. Так. Экспозиция бұны құлыптап тастасаңыз болды. ISO 500, затвор 115 дейді. Ал мынада фокус. Фокусты қай жерге алғыңыз келеді? Осы жерге алғыңыз келе ме, мысалға? Мақұл, жанына қояйын. Мына құлыпты ашам. Экспозиция мына жерге қойсам, мысалға экранда мына жер бір жағы жарық, бір жағы қараңғы болып тұрса, қараңғы жерге алсаңыз, бұл экспозицияны қараңғы жерге алсаңыз, мына жағын жарық кетеді. Ал экспозицияны жарық жерге қойсаңыз, общий кадрды темный қылып қарайтып жібереді да ол. Осы жерге қоямыз. Мына құлыптың суретін бастым, құлыптың суретін басқаннан кейін ол құлыптанып қалды. Яғни бұл бізде құлып түсіп тұр енді. Тоқтады, осы жерде экспозиция тоқтады. Енді мысалға фокусты мына жерге қойғым келді. Мына жерге қойғым келді. Фокусты қойдым. Міне фокус 0.42, 0.43 деп тұр. Сол жерге міне замокты бастым. Бұл құлыптанды енді. Осы жағдайда құлыптанды. Болды, осымен енді қанша қозғасаңыз да, былай түсірсеңіз де, осы экспозиция қалды. Бұның рахат жері, сіз видео түсіріп жатқан кезде фокус қайта-қайта бітіп неғып кетпейді, мысалға. Қозғалып кетпейді да. Бүйтіп түріңіз бұлдырап деген сияқты, мысалға. Видеоны алыстатсаң да, жақындатсаң да, алыстатсаңыз да, мысалға видеоны былай бір қалыпты түсіріп тұра береді. Сол плюстары сондай. Так, енді мына жерде өзіңіз мысалға далада түсірсеңіз, осы арқылы бүйтіп көтеріп түсіре бересіз. Далада мысалға бір адамды түсіретін болсаңыз, табиғат түсіретін болсаңыз, соны осы жерден таза камера, профессиональный камера ғой бұл жерде. Төбеде мына мен сөйлеген сайын микрофонда дауыс бигунок жүгіріп тұр. Телефонның заряды көрініп тұр. Барлығы бар. Так, зум енді керек емес. Любой жағдайда енді өзіңіз көресіз, енді зум керек болса, зумды да қолдансаңыз болады. Зумға қойын, міне. Зумға қойсаңыз, міне. Бүйтіп жақындатып алыстатқан сайын сізде профессиональный камераның функционалдары үшін бір сөзбен айтқанда. Баланс белого міне 6500К, 7000К деп тұр ғой. Осыны былай-былай қозғалтып, теплый немесе холодный қыласыз. Мысалы, мынада холодный, слишком көп болып кетті. Былай ағарта бересіз. Былай қарай уже теплый болып кетті, қарасаңыз, сары болып кетті. Енді бұл баланс белованы дневной светке қойсаңыз болады, 5200, содан жай-жай көтересіз. 5700, 6000-ға қойсаңыз, сол жақсы. Так, ары қарай. Мына жерде мына нені реттейтін ғой. Мына сол жақ бұрышта жоғарында тұрған 4 бұрышты бассаңыз, нені
камераның несін көрсетеді ғой. Осылай алсаңыз, мысалға ана шетте де не болып жатқанын көріп тұрасыз. Ал былай тұрса немесе бұл кезде сіз нені жаңағы астында мына жазулар бетіне шығып кетті ғой видеоның. Соны сіз анықтай алмайсыз да. Сондықтан осылай қойсаңыз өте ыңғайлы. Келесі настройка. Настройкада камераны артқа немесе алдыға айналдырсаңыз болады, мысалға. Тройной дейді. Селфи, задний, тройной, широкоугольный, широкий телефото дейді. Мысалы селфиді басайын. Өзім түрме айналды. Мінекей. Так, осылай көрсете берейін. Өзім түрімді көрсетіп тұр. Келесі бізде задняя және тройная басып көрейін, не өзгерді екен. Режим тройной линзы дейді. Мынау так. Запись высокий кадр, так 1080-де 120-200 FPS, 4К FPS, ручной контроль дейді. Так, басып көрейін. Так, тройнойда не өзгеріс бар? Міне. Тройнойды бассаңыз 0.5 пен түсіреді екен. 0.5 деген нені алшақтатады ғой. Сізден алшақтатады. Кадрға көбірек не түседі да. Келесі широкоугольный. Мынау одан да широкий болып кетті. Келесі широкий. Широкий деген мынау обычный болу керек, или 2,5 екен. Или телефото. Телефото мына зум болып кетті. 2,5-дық камера, айфондағы ең үлкен камерасы ғой. Так, мұны широкийге қойсылайық. Или сверх широкий қойайық. Сверх широкийде тұра берсін. Келесі бізде настройка келіп кеттім ғой. Стабилизация видео дейді. Сіз стабилизацияны өшіріп тастасаңыз болады, стабилизацияны 1-ге қойсаңыз болады, 2-ге қойсаңыз болады. 2-де интенсивный, яғни қаттырақ видеоңыз стабилизер етіледі. Ол экстремалды оқиғаларда, мысалға экстремалды тауда, мысалға аттың үстінде деген сияқты видеолар түсірсеңіз, машинада деген сияқты осы 2-де қойсаңыз болады. Так, мынау вспышка, оңай жері қосып өшірсеңіз болады. Мысалға видео түсіріп аттыңыз, қараңғы болып кетті, мысалға қостыңыз. Бүйтіп помещение ішіне кіріп видео түсіріп, видеоңыз тоқтамайды оның үстінде, видеоңыз жалғасып кете береді. Яркость экраны былай оңға солға бұрап біз келтіріп аласыз өзіңіздің телефоныңыздың яркосын қатты шығып түсіп тұрса. Overlay дейді. Бұл жаңағыдай сетканы қоя аласыз, сетканы алып тастап направляющий линия қоя аласыз, нивелир қоя аласыз. Нивелир яғни бұл сіздің уровеніңізді көрсетіп тұрады, сіз қанша градус төмен көрсетіп тұрсыз деген сияқты. В общем, уровень ғой бір сөзбен. Так, превращение нормальный, повернуть, вращать. Бұл енді видеоны айналдырып жіберетін ғой енді. Оған мән бермейміз. Настройкада зеркальный селфи камера настройка на екеуін қосып қоямыз, сохранить фото қосып қоямыз. Так, қалғандары понятно, вроде жаңа келтірдік сол жерде настройкада. Келесі формат 16-да 9. 16-да 9 дегеніміз бұл YouTube-та түсіретін формат. Болмаса телефоныңызды былай жанға бұрып тұрғандағы формат 4:3 деген бар, ол 4:3 өте андай қысқа былай. Ені қысқа болады, ол формат білмеймін кім қолданатынын. Так, разрешение. Бізде ең жоғарғысы 4К деп тұр. Осы 4К-ны бізде разрешениесі түсіреді. 3840-та 2160 бұл ең жоғары разрешение қазіргі 4К-да сол разрешение болады. Одан кейін 3К дейді, 1140 және де 1080 және 720 мен түсіре аласыз. Мысалы 4К мен түсірсеңіз памятіңіз тез таусылып қалады, былай қарай азая береді. Ең оптимальный енді 1080-ге түсірсеңіз болады. Кадр секунды бар. Артында частота кадровта мысалға 30 FPS, 30 кадр секундынан түсіреді. 24, 25, 30, 48, 50, 60 дейді. Мен осының бір любойын таңдай аламын. Мысалға 60 кадр секундға қоямын. 60 кадр секундына қойсам, бұның плюстары 60 кадр секундына тұрғаннан кейін мен бұны видеоны замедлять ете аламын. Мысалы бір видеоны түсіремін да,
бирөө жүгүрүп өтсүн, болмаса быстрый кадрлар болот, сону замедлять эткен кезде мен өтө четкий кадрлар алам да. Секундына 60 кадр деген, 1 секундта 1 деген кезде 60 тык 60 кадр түсүрөт да бул видеонун ичинде. Сол рахат жери, оны жай slow motion этип не кылууга болот. Келесі качество мегабит дефолтта тур. Менде максимальный койдун кажети жок. Дефолт стандартный да, дефолтта турат, низкий эмес, дефолт. Пока что мен осу менен түсүрүп жүрүм. Так, тағы да опция жөнүндө мына жерде дефолт качество сравнимо со стандартным приложением камеры. Стандартный дефолт басылат. Ал ары карай күчөйтсөңүз да болот, бирок оларын билбейм, мага керек па, керек эмес па. Алдыңғы видеоларымда мен осы 4К 60 кадр секундына түсіріп жүрмін, дәл осылай. Так, аудио. Бұл жерде iPhone микрофон және микрофон Bluetooth микрофон қоссаңыз болады. Және усиление дейді. Мысалға усиление нарда қосылған, қосылмаған деген көрсеңіз болады. Частота 48 және аудио формат AAC. Менде AAC болып жазылады. Және де осыған петличный микрофон жалғасаңыз, мына жерде крутилка шығатын болады. Микрофонды алдым. Қазір өз телефонның дауысына жазылып тұр. Осы тұрғанда қазір мен өзім iPhone-ма қосам. Так, міне экраннан көріп тұрғандарыңыздай крутилка шықты. Так, бұл жерде запись экраны жүріп жатыр ма? Я запись экраны жүріп жатыр екен. Дальше түсірем. Мына жерде крутилка шығып тұр. Алдыңғы видеода айттым ғой, менде Boya BY-M1 деген микрофон. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай Boya микрофон. Осыны смартфонға қоямыз. Және де телефонға қосқан кезде усиление шығады. Бұл микрофон өте чувствительный болғандықтан, мысалға 50-ге немесе 48-ге қойсаңыз болады. Егер осылай қойсаңыз, дауысыңыз өте сапалы шығады. Қазір қойып тастайын. Мінекей қойдым. Так, қойдым ғой, енді видео жазып көрейін. Мына видеоны тоқтатам, келесі кадрге ана видеоны қосатын болады. Так, өздеріңіз көріп тұрғандай, мен қолымдағы телефонға видеоны бастадым. Видео түсіріп жатырмын. Дауысым мысалға дәл жаңағыдай громкий шықпайды. Бұл жерде телефонның штативтің үстінен былай көрсетейін. Осындай штативқа iPhone қосып қойдым, және де өзім телефонды осы жерге қойып түсіріп жатырмын. Дауысыңыз анық шығады бұл жерде енді. Енді профессионалды түрде мысалға шумды жерде, далада, мысалы машиналар өткен кезде, былай түсірген кезде, ол сізге мешет жасамайды. Так, жаңа видеода айтуды ұмытып кеттім. Бұл приложение, яғни платный тұрады. Платный екенін айтуды ұмытып кеттім, өйткені өзім телефонда мен оны сатып алғанмын. Неге платный ол деп не қылмаңыздар, уайымдамаңыздар. Бұл жерде родный знак, яғни 1490 теңгеге, мысалға 1490 теңге соған родный знак алып тастайық. Родный знак дегеніміз, сіз видео түсірген кезде мына жерден сізде записано видео в ProMovie деп тұрады. Егер приложение ProMovie деп тұрады. Егер сіздерге кедергі болмаса, осылай түсіре берсеңіз болады. Немесе алып тастап вообще видеоңызға ештеңе тұрмасын десеңіз, 1490 теңге картаңызды енгізіп, 1490 теңге төлеп приложение сатып алсаңыздар болады. Осымен видео тамамдаймын достар. Лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де астында мен жаңа канал аштым, ол охота жайында болады. Сол охота жайында қызығатын кісілер болса, сол каналға тіркеліп кетіңіздер. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.